Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін қатпарлы трубочканың рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін салқын суға бір жұмыртқаның сарысын, шым тұз және уксусты құйып араластырып қоямыз. Електен өткен ұнымызға салқын сары майды теркадан өткізіп крошка жасаймыз. Крошкамыздың үстіне сұйық массамызды қосып, қамыр илейміз. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, басы біріксе болды. Енді осы қамырды салафанымызға салып, холодильникке 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды холодильниктен алып, осы күйінде оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз тым жұқа, тым қатты қалың болмау қажет. Орташа көлемде жайып, осылай пышақтың көмегімен кесеміз. Енді осы қамырларымызды арнайы трубочкаға арналған формаларға видеодағыдай орап шығамыз. Орап болғаннан кейін осылай пергамент төселген формамызға салып, жұмыртқаны жағып, алдын ала қыздырылған 180-200 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Трубочкаларымыз пісіп шыққанша кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін салқын творожный сырымызға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерлейміз. Енді осы творожный массаның үстіне салқын сгущенканы және 33%-дан жоғары сливкиімізді қосып, қоймалжың масса болғанша миксерлейміз. Міне осындай формасын ұстайтын крем дайын болды. Енді арнайы қалташаға насадка салып, кремді саламыз. Менің насадкамның номері 1М. Трубочкамыз пісіп шыққаннан кейін суытып, осылай арасына крем жағып шығамыз. Дайын трубочкаларымыз үстіне сахарный пудра себеміз. Трубочкаларымыз дайын, үйде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.